балалар. Апай, бүгінгі сабаққа деген көңіл-күйлерің қалай? Олай болса, бүгін шаттық шеңбері арқылы сабағымызды бастайық. Оқушылар бүгінгі сабақты ашу үшін кішкене бейнероликке назар аударайық. Тамақ қайда кетті? Не болды? Жеген тамағымыз ағзада 6-8 метр жол жүреді екен. Бұл қалай? Байқап көрейік. Тағамның саяхаты неден басталады? Алдымен тамақты ауызға саламыз. Аузымызда не бар? Әрине тіс. Тіс не істейді? Тістеріміз диірмен сияқты жұмыс істейді. Олар ұсақтайды және тағамды шайнайды. Бұл өте маңызды жұмыс. Ауызда тамақ жақсылап шайналу қажет. Тіл және тамақты кемен ылғалдандырғаннан кейін жұтқыншаққа жылжытады. Тамақ жұтқыншақтан соң неге өтеді? Жұтқыншақтан өңешке өтеді. Өңеш арқылы тамақ асқазанға келеді. Асқазан сөл бөліп шығарады. Асқазаннан бөлінген сөл тағамға араласады. Содан кейін өте тығыз орналасқан ішектің ұзын жолы басталады. Ол мөлшері 8 метрге дейін созылады. Сабағымыздың тақырыбы адамның асқорыту жолдарының құрылысы. Сабағымыздың оқу мақсаты 8-1, 2-3 адамның асқорыту жүйесінің құрылысы мен қызметтер арасындағы өзара байланысты түсіндіру. Қазір топтық жұмыс ойлам жұптас бөліс әдісі 2 топқа бөлінді. Бірінші топ асқорыту мүшелері, екінші топ асқорыту бездері. Енді осы топты біз бұрын постер қорғайтын қой. Енді осы топқа мен интернет арқылы Learning Apps программасы арқылы сендерге дайын тапсырмалар берген, соны құрастыру арқылы қазір тапсырманы орындаймыз. Ол тапсырманы орындау үшін алдымен біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. Біріктіреміз, бір-бірімен біріктіреміз. Бірінші бөлімде бауыр және ұйқы безінде. Дұрыс. Оқулықпен жұмыс жасайды зерден. Адамда тәулігіне 1,5 немесе 2 литр сүтке бөлінеді. Дұрыс. Тарайсың. Ол өтті бөліп шығады. Ал өт тамақтың құрамындағы майды ылғалдатады. Тамақтың құрамындағы майды ылғалдатады және ішекті жиғызады. Бауыр асқорытуға қатысумен қоймай, қанды тазартады, қанды залалсыздандырады. Қанды тазалап отырады. Тарайсың, отырады. Ұпайларын жас болсақ, сағат телефонынша кері қайтарып, өздеріне қайтып келеміз тапсырған. Бағалау парағымызға алған ұпайымызды жазып алайық. Енді жеке жұмыс. Жеке жұмысты телефонмен жазып кесіз, әрқайсымыз өзіміз тарқатып алайық. Кеше чат ашып едім ғой. Сол чатта сілтеме бар, қазір соны басып тапсырманы орындаймыз.